Бұл жерде сендер негізі жақсы отбасысыңдар. Жақсы отбасысыңдар. Тұрмыстарыңда жақсы, жаман емес. Неке күйеуің туралы сұрап тұрсың. Иә, күйеуіңнің тағы да бір ашынасы бар екен. Бірақ сені жақсы көреді. Сені де жақсы көреді, оны да жақсы көреді. Екеуіңді де жақсы көреді. Екеуіңе де жақсы көмектеседі екен. Екеуіңе бірдей көмектеседі екен. Бірақ анау әйел күйеуіңді азғырып, екеуіңді ұрыстырып қояды екен. Әдейі істейді. Сен екеуің ұрыссын деп. Сен күйеуіңді ол жақсы көрмейді. Егер күйеуің сенен кетіп қалса, ол онымен тұрмайды сен күйеуіңмен. Бірақ сен күйеуің кетпейді сенен. Сен өзің ажыраспасаң, ол сенен кетпейді. Анау әйелін тастап кетсе, ол кішкене уақыт өткеннен кейін қайтадан басқасын тауып алады. Ол өзі солай үйренген адам екен. Сенен басқа тағы біреу ода болып тұру керек екен. Сондай. Бірақ егер де сен соған көнсең, төссең, шыдасан, ол бәрі жақсы болады. Негізі күйеуің жаман адам емес, мінезі де жақсы екен. Саған көп байланысты, егер де негізі ажырасудың қажеті жоқ. Негізі